корейский базардан алған заттарыма распаковка. Осы чокопайдың құрамында шошқаның майы бар деп айтатындар, ол информацияны қайдан ойлап таптыңдар? Коробкасында ондай ештеңке жазылмаған. Сосын сыр алдым, мен сыр өте жақсы көремін. Бананды 5-6 штуктап сатпайды, осылай үлкен қып сатқаннан кейін көбісі шіріп кетеді. Сухофруктылар магазинде өте қымбат тұрады, бірақ базарда арзан бағамен бір пачка миндаль алып алдым, және бір пачка грек жаңғағы. Сосын ойбай, креветке жеме, ол харам деп жатады, бірақ ондай информация қай жерде жазылғанын мен түсінген жоқпын. Өмірді неге қиындатып жібересіңдер? Менің ең жақсы көретін 8 аяқтан жасалған салатымды алдым. Кішкене қымбат, бірақ дәмін айта алмаймын. Сосын әрине ыстық жүгері. Мен жүгеріні өте қатты жақсы көремін, бірақ кәрістер жүгеріге тұз қосып бермейді, олар тәтті қылып жейді. Магазинде 1+1 акциясы болып жатыр екен, 2 круассан алып алдым. 2 киткат алсаң, екеуі тегін екен, оны да алдым. Сникерс және твикс, екеуін алсаң, біреуі тегін. Тәттіні мен сияқты жақсы көретін адам жоқ шығар. Сонымен кешкі асқа креветке қуырып жедім. Теңіз өнімдерінің құрамында витаминдер көп, әсіресе қыздардың организміне өте пайдалы.